Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бізде кезекті Қазақстан тарихынан сабағымыз. Бүгін біз мәдениетті талқылайтын боламыз. Нақты айтқан кезде 15 және 17 ғасырлар аралығындағы қазақ хандығының мәдениеті. Ал ендеше кеттік. Бірінші, қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымына тоқтала кетейік. Жалпы бізде дәстүрлі қазақ қоғамы ақсүйектер және қарасүйектер деп бөлінді. Ақсүйектерге бізге кірді төрелер, яғни Шыңғыс ұрпақтары, сонымен қатар қожалар. Қожалар дегеніміз арабтардың ұрпақтары. Ал қалған барлық ру тайпалар бізде ақсүйектер емес, қарасүйек болып саналды. Кез келген ұлы жүздің, орта жүздің, кіші жүздің барлық ру тайпалар бізде қарасүйек болып танылады. Сонымен қатар осы қарапайым адамдар, осы қарасүйектер бізде ақсүйектерге, яғни сұлтандарға немесе төрелерге тақсыр, әмірші, мырза деген сөзді қолданып айтуға тиіс болған екен. Сондықтан да бізде сұлтандар жалпы, сонымен қатар қожалар да бізде жалпы қоғамда жоғары орынды болды. Олардың беделі жоғарырақ болды бәрібірде. Бірақ соның өзінде де бізде бәрібірде қазақ қоғамында қарасүйектер көбірек болды. Ал қарасүйектер бізде билерден және батырлардан тұрды. Билер дегеніміз ру және тайпа басшылары, олар әкімшілік және сот істерімен айналысты. Ал батырлар бұл бізде кәдімгі шайқаста өзінің ерлігімен көзге түскен тұлғалар. Сонымен қатар біздің қоғамымыз тұрмыс жағдайына байланысты байлар және кедейлер болып бөлініп, әрбір осы Қазақстан жерінде жиналған барлық тайпалар үш үлкен этно-саяси бірлестікке бірігіп, бөлініп, ұлы жүзді, орта жүзді және кіші жүзді құраған болатын. Мінекей, барлық қазақ рулары мен тайпалары 300-ге біріктірілді. Ал жүз дегеніміз бұл қазақ қоғамының тарихи, шаруашылық тұрғыдан қалыптасқан этно-аумақтық бірлестік. Яғни бізде аумақ бойынша бөлінген деп тұр жүздер. Қазір қай жүз, қай территорияда екенін барлығын көрсететін болам. Жүз сөзі жалпы бізде бөлік немесе жүздік дегенді білдірді, яғни бір бөлшегі деген сөз. Соның ішінде бізде мынау Жетісуда мекендеген тайпалар ұлы жүз деп аталды. Орта жүздің территориясы бұл орталық Қазақстан, солтүстік және шығыс Қазақстан болса, кіші жүздің территориясы бұл батыс Қазақстан аумағы болды. Сөйтіп, 300-дің түйіскен жері бізде сыр бойы болды. Сырдария өзені, Сырдария өңірі алқабында бізде 300 бірікті. Мысалы, мына жерде Жетісу жерінде қызыл түспен бұл ұлы жүздің территориясы, үлкен орталық Қазақстан, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстанда сары түспен, оранжевый, орта жүздің территориясы болса, жасыл түспен бұл кіші жүздің территориясы болды. Сөйтіп, 300-дің түйіскен жері оқушылар бізде қарасаңыздар Сырдария өзені алқабы болып отыр. Осы міндетті түрде жаттап алыңыздар. Енді бұл кезеңге байланысты 15-17 ғасырларда біле білсеңіздер, алдындар тақырыптарда өттік. Тәуке ханның ел билеу кезінде ол сол кездегі беделді осы жүздің билері, Төле би, Әйтеке би, Қазбек билерімен бірге аңызға сәйкес Күлтөбе жайлауында, Сырдария аймағында осы әйгілі билермен өзінің заңдар жинағын шығарған болатын. Ол негізі жаңадан шығарған жоқ, енді бұрындары болған бізде Қасым ханның Қасқа жолы, Есім ханның Ескі жолы деген секілді ескі заңдарды заман талабына сай етіп, өзгерістер жасаған болатын. Ең басты өзгеріс осы бұрынғы заңдарға қарағанда бұл кісі өлтіргені үшін құн төлеу жазасы енгізілген екен. Бұл бойынша мысалы бұрындары Қасым хан мен Есім ханның заңдары бойынша егерде кімде-кім біреуді өлтіріп қоятын болса, ол сразу өлім жазасына кесілетін болған. Ал мынау жеті жарғы заңдары бойынша бізде егерде мысалға мен сол заманда Тәуке ханның кезінде біреуді өлтіріп қойған болсам, мені өлім жазасына кеспей, жай ғана мен сол адамның құнын төлеу арқылы жазадан босатылуға мүмкіндігім болған екен. Ол қандай болды? Мысалы, ер адамның құны 1000 бас мал болды, ал әйел адамның құны 500 бас мал болды. Яғни мен әйел кісіні өлтіріп қойсам 500 қой берем, ал ер кісіні өлтіріп қойсам 1000 қой берем. Бірақ егер мен қожаны немесе төрені өлтіріп қоятын болсам, онда олардың құны 7 есеге көбейтіледі. Яғни ер сұлтандық әулеттен болған ер кісіні өлтірсем 7000 қой, ал егер әйел кісі болса сұлтандық әулеттен, онда 3500 қой болады. Ал ұрлаған зат иесіне мен ұрлаған затымнан бірнеше есе артық қылып заттарын қайтарып беретін болғанмын, сол кездер егер өмір сүрсем. Сонымен қатар
Осы Тәуке ханның жеті жарғы заңы оқушылар бізде барлық жүздер арасында 19 ғасырдың ортасына дейін қолданылған. Яғни 19 ғасырдың ортасында бізде ең соңғы ханымыз Кенесары Қасымұлының билігі кезінде де бұл заң актуалды түрде қолданыста ие болған екен. Дәстүрлі шаруашылыққа келетін болсақ, тура мына 13-15 ғасырлар секілді бұл ғасырда да 15-17-де де негізгі шаруашылық бізде қазақтар арасында көшпелі мал шаруашылығы болды. Сонымен қатар бірақ оңтүстік өңірлерде Қазақстанның әдеттегідей бізде Сырдария, Шу, Талас өзендерінің жағалауларында мал шаруашылығымен көшпелі қатар егіншілік, яғни отырықшы қала мәдениеті де дамып отырған екен. Сонымен қатар бізде бұл кезеңдерде көші-қон ережелеріне сәйкес жылдың 4 мезгілінде шөптің қалың шығуын есепке алу арқылы бізде малшылар жайылым іздеу арқылы көшіп қонып жүретін болған. Мысалға қыста қыстау, көктемде көктеу, жазда жайлау, жаздағы жайылым, ал күзде күзеу болған екен. Осыны ұмытпаңыздар. Қалалар мен ауылдарға келетін болсақ, 15-17 ғасырларда бізде деректерге сәйкес Түркістанның 30 қамал қаласы деген деректер бар. Яғни бізде былай дейді, 15-17 ғасырларда 30 шақты қалалар мен қамалдар болған дейді. Осы оңтүстік өңірлерде. Негізінде алдында біз өткен кезде 13-15 ғасырларда, 10-13 ғасырларда негізі қала мәдениеті қарқынды дамып, ол кездері 30-дан көп болған негізі қала. Бізде жоңғарлардың шапқыншылығынан кейін, қазақ-жоңғар соғыстарынан кейін бізде оңтүстік Қазақстандағы қалалар құлдырап, 9 және 12 ғасырларға салыстырған кезде қалалар саны 3 есеге азайып кеткен екен оқушылар. Осы 15-17 ғасырларда. Енді рухани мәдениетке тоқталатын болсақ, 15-17 ғасырларда бізде музыка өнері, музыка мәдениеті ерекше дамыды, сонымен қатар әдебиет те дамыды. Мысалға, 15 ғасырдың ортасындағы әйгілі жыраулардың бірі бұл Қазтуған, оның ерлігі жырға қосылып, дала тайпаларының қазақ хандарының қол астына бірігу үшін өзінің үлесін қосқан болған. Сонымен қатар 15-17 ғасырларда Шалкиіз, Доспамбет, Жиембет деген секілді жыраулардың есімдері әліге дейін кеңінен таралған болатын. Мысалға, Жиембет батыр, осы бізде Есім хан бар еді ғой. Бізде Тәуекелдің інісі, Тәуекел ханнан кейін билікке келеді. Осы кісі бізде батыр секілді бойы ұзын болған, алып денелі болған, соған арнап Жиембет жырау бізде еңсегей бойлы ер есім деп эпостық жыр жазған болатын. Осы Есім ханға байланысты. Есім хан бізде 1598-1628 жылдары билік еткен болатын. Тәуекелден кейін билікке келді. Сонымен қатар ертегілер мен эпостық жырларда дамыды. Батырлық, соның бірі мынау Ер тарғын, Қамбар батыр деген секілді эпостық жырлар. Сонымен қатар Қозы көрпеш, Баян сұлу, Қыз жібек, Айман шопан деген жырлар барлығы осы 15-17 ғасырларда шығып дамыған болатын. Мақал мәтелдер, жұмбақтар, шешенді өнер де қарқынды түрде дамыған болатын. Енді қазақтардың тұрмысы мен салт дәстүрлеріне келетін болсақ, 15-17 ғасырларда қазақтар арасында ислам діні кеңінен тарады. Сонымен қатар бұрынғыша тәңіршілдік дінде өзінің кейбір сипаттарын сақтап қалған болатын. Әрбір қазақ үшін шежіре, яғни өзінің жеті атасын білу маңызды болды оқушылар. Сонымен қатар бізде халық арасында есепшілер де болды. Жылдарды бөліп, жалпы 12 айға бөліп, күнтізбе жасайтын, қазір календар дейді орысша айтқанда. Сөйтіп, жылдың санау басы бізде 22 наурыз болды, күн мен түннің теңесуіне байланысты. Сөйтіп 22 наурызды бізде наурыз мейрамы деп тойлап, сол кездері халық жиналып, ойын ойнатып, жарысып, би билеп жиналған болатын. Қазақ халқының негізгі баспанасы киіз үй болды. Ол бізде шаңырақтан, уықтан және керегеден тұрған болатын. Тарихи әдебиетке келетін болсақ, бұл кезеңдерде бізде жалпы тарихи әдебиетте дамыды. Тарихи әдебиет дегеніміз кәдімгі біз оқитын тарихты жазған сол кездегі тұлғалар. Мысалы бізде Бабыр деген кісі Бабырнама деп аталатын өзінің эпостық дастанын жазған болатын. Бұл жалпы Бабырнама атты эпостық тарихи шығарма қазіргі таңда ғалымдар арасында грек және рим авторларының шығармаларымен бір
тұрады екен. Орта ғасырлық түркі әдебиет болып саналады бұл бабырнама. Одан кейін тарихи рашиди, бұны бізде Мұхаммед Хайдар Дулати жазып шықты. Негізгі мазмұны тарихи рашидидің бұл Моғолстанның тарихи, бірақ бізде Моғолстан мен Қазақ хандығының тарихы өз-өзімен байланысты болғаннан кейін осы Мұхаммед Хайдар Дулати тарихи рашиди еңбегінде Қазақ хандығының құрылуы туралы да біршама деректер қалдырып кеткен болатын. Мынау Тәуекел ханның тұсында ықпалды би болған Жалайыр руынан шыққан Қадырғали Жалайридің Жамиғат Тауарих атты еңбегі де бар. Осы ғасырларда шыққан тоже бізде мынау қазақ тарихына арналған болатын бұл шығарма. Одан кейін Шыңғыснама атты тарихи шығарма бар. Оның авторы бізде Өтеміс Қажы 16 ғасырда жазып шыққан. Ол шығармада бізде Алтын Орданы басқарған хандар, сол кезеңдегі батыс және оңтүстік Қазақстан туралы көптеген деректер қалдырып кеткен болатын. Сонымен қатар Масуд бин Осман Кухистанидің тарихи Әбіл Хайыр Хани деген атты еңбегі бар. Негізгі кітаптың мазмұны сол Әбіл Хайыр хандығының көшпелі өзбектер мемлекетінің тарихы баяндалған болатын. Әбілғазы Баһадурдың Шежіре-и Түркі атты керемет шығармасы бар. Ол еңбекте бізде Шыңғыс хандық әулетінің тарихы жазылған, сонымен қатар қазақ халқының құрамына енген түркі тайпалары туралы да құнды деректер қалдырылған болатын. Ал ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымда керемет Александр Гамильтонның сөзімен аяқталғым келіп отыр. Тұрақтылық пен шыдамдылық табыстың кілті. Ал ендеше оқушылар, келесі сабақ кездескенше сау, саламатты болыңыздар.